Құрметті менің алтын көрермендерім, баршаңызға сәлем. Бүгін осындай құрамы небәрі 2 заттан ғана тұратын, яғни бауыр менен картоптан тұратын тағам дайындайтын боламыз. Ол үшін бауырды көбейттеп, яғни 4 бұрышты етіп турап аламыз. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Қазақша каналға қолдау көрсетіп отырсаңыздар екен. Достар, менің каналымда көбіне қолжетімді, оңай, тез және өте дәмді тексерілген тағамдар ғана әзірленеді. Сондықтан менің каналыма тіркеліңіздер, барлық видеоларды қарап шығыңыздар, ұнаған салаттар болсын, ыстық тағамдар болсын, жасап көріңіздер. Бауырды турап болдық, оны осындай шұңғыл ыдысқа салып, үстіне сүт құйып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Бұдан кейін алдын ала суға пісірілген картопымызды 4 бұрышты етіп тураймыз. Енді картопымызды майға қуырып аламыз. Осылай сәл қызартып, қуырып алғандарыңыз дұрыс. Достар, біз өте майлы тамақ жемейтін болғандықтан мен картопты сорғытып алдым. Ал сіздер бірден тарелкаға сала берулеріңізге болады. Мінекей, картопымыз қуырылып болды. Ендігі кезекте сүтін бөлек ыдысқа құйып алып, бауырдың өзін ұнға осылай былғап аламыз. Енді бауырды видеода көріп отырғандарыңыздай майға бірден салу үшін осылай ұннан ажыратып аламыз. Бауырды түгелдей осылай қуырып алдым. Енді осындай бір жуа керек болады. Оны жартыға бөліп тураймыз. Одан кейін укропымызды тураймыз. Менде осындай қатырылған укроп. Келесі кезекте жуамыздың үстіне жаңағы укропымызды саламыз, аздаған қара бұрыш саламыз және кептірілген сарымсақ қосамыз. Сөйтіп жуамызды осылай қолмен араластырамыз. Достар, өте дәмді болып шығады, сондықтан міндетті түрде жасаңыздар. Отбасыңыз сіздерге рахмет айтатын болады. Егер рецепт ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Енді осы үшеуін біріктіреміз. Осындай ыдыс алып, бауырымызды саламыз, картопымызды саламыз, аздаған тұз салып, жақсылап араластырамыз. Бұл тағамды лавашпен осылай жесеңіздер, тіпті дәмді болады. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлнар Сапарқызы. Келесі видеоға дейін қош сау болыңыздар.